Оңтүстік Каролинада ұлттық дауыл орталығы түрлі шұғыл дауылдар мен құйын туралы ескертулер жариялап жатыр, өйткені табиғи апаттың деңгейі секунд сайын күшейіп келеді. Осыған байланысты жағалаудағы қалашықтардың тұрғындарына эвакуациялану бұйырылды. Эннивилл қаласында Дакота есімді қыз үйге тамаққа тапсырыс бермекші болады, бірақ оның ең жақсы көретін мейрамханасы ауа райының қолайсыздығына байланысты жабылып жатқанын айтады. Дакота агорафобиядан зардап шегеді. Бұл оның сыртқа шығудан қорқатынын білдіреді, бірақ тамаққа қатты мұқтаж болғандықтан ол өзіне күш салып, қайтыс болған анасының үйінен шығуға мәжбүр болады. Көшемен келе жатып, ол байқаусызда бір көршісіне соғылып қалады, ал көршісі оған бәрінің эвакуациялануы керектігін айтып, өз көлігінен орын ұсынады. Бірақ бұл ой оны одан сайын шошытқандықтан, ол үйіне қайтуды жөн көреді. Қаланың екінші шетінде 3 бауыр батпақта суға шомылып көңіл көтеріп жүр. Рон суға секіру үшін қатты екпінмен секіреді де, су бетіне қайта шықпай қалады. Бауырлары бір сәтке уайымдап қалады, бірақ ол жай ғана оларды қалжыңдап алдаған екен. Көп ұзамай су бетіне қайта шығады. Олардың бұл ермегін қамқоршы әкелері Билли бөліп жібереді. Билли оларды қауіпті батпақта жүргендері үшін ұрсып, егер жарақат алса, медициналық шоттардың қаншалықты қымбатқа түсетінін айтады, бірақ ол оларды ешқашан дәрігерге апармайтынын да ескертеді. Ет комбинатында жұмыс істейтін жүкті Лиза өзінің көлігіне қарай жүгіріп, жұмысын аяқтауы керек боппен қоштасады. Көлік жүргізіп келе жатқанда оған анасы қоңырау шалып ренжиді. Өйткені Лиза Нью-Йорктен Эннивиллге жүкті болғаннан кейін оны тастап кеткен сүйіктісі үшін көшіп келген еді. Анасы сондай-ақ тас жолдардың жабылғанын, сондықтан тезірек биік жерге жетуі керектігін айтады. Портта теңіз биологы Дейл өзінің әріптесі Брайанға теңіз жәндіктері дауылдан қашу үшін солтүстікке қарай қоныс аударып жатқанын айтады. Бұған акулалар да кіреді, яғни олар үлгеріп барлығына белгі салып үлгермеген. Харбор шебері Грег оларға дауылдың 6-шы санатқа долырып күшейгенін хабарлайды. Сондықтан Дейл Дакотаға қоңырау шалады. Дакота әлі де есік алдында отырғанда қоңырау түседі, және Дейл оны алып кетуді ұсынады. Бірақ Дакота Дейлдің болатын барлық қорқынышты жағдайларды сипаттағанына қарамастан кетуден бас тартады. Ол Дакотаның анасын сағынғанын түсінетінін, өйткені өзі де оны сағынатынын, бірақ үйде қалу қайғыны жеңілдетпейтінін айтады. Дакота тек күліп, оны нашар ата-ана болғаны үшін мазақтайды. Дейл оны бәрібір алып кетуге уәде беріп, тұтқаны қояды. Содан кейін Дакота алаңдау үшін теледидар көргісі келеді, бірақ барлық бағдарламалар дауыл туралы шұғыл жаңалықтармен үзіле береді. Ол ескі отбасылық бейнебаянды көру үшін телефонын теледидарға қосуды шешеді. Жүк көлігінде Билли балаларды балағаттап, тіпті оларды балалар үйіне қайта жіберемін деп қорқытады. Рон адамдардың қашып бара жатқанын байқап, олардың да кетуі керек екенін айтады. Бірақ Билли бұл тек кішкене жел мен жаңбыр деп мәз болып музыка ойнатады. Үйге жеткенде Ди терезелердің сынуы мүмкін екеніне алаңдайды, бірақ Билли нығайтылған әйнек орнатқанын түсіндіреді. Содан кейін Билли жертөледен әйелі Рейчелді іздеп, болған жағдайға шағымданады. Рейчел оған балаларды баққаны үшін ақша төленетінін ескертіп, сабыр сақтауды сұрайды. Ди олардың сөзін бөліп, балалардың аш екенін айтады және жертөледегі тоңазытқышта тұрған иттерді байқап қалады. Билли бұл оның шаруасы емес екенін айтады. Портта Дейлге репортер Джо жақындап, таңертең болған акула шабуылы туралы пікірін білгісі келеді. Дейл ештеңе естімегендіктен Джо жағажайдағы ерлі-зайыптыларға ақ акула шабуыл жасағанын, тіпті кейбір куәгерлер екі акуланы көргенін айтады. Дейл ақ акулалардың топпен аң ауламайтынын, сондықтан олардың бұқа акулалары болуы мүмкін екенін айтады. Джо одан микрофонды тартып алып, хайп жасау үшін бұқа акулалары туралы өтірік фактілерді айта бастайды. Сондықтан Дейл оны түзетуге тырысады, бірақ Джо оны елемейді. Осы уақытта Лиза дүкендерден көмек сұрамақшы болады, бірақ айналада ешкім жоқ. Анасы оның жағдайын білу үшін тағы да қоңырау шалады, бірақ байланыс тез үзіліп кетеді. Лиза ішінің ауырғанын сезініп, оны қобалжудан көріп, тынышталу үшін музыка қояды. Жел ғимараттарды қирата бастағанда жарық өшіп, толқындар үлкейіп, жағажайдағы бөгеттерді бұзып өтеді. Бұл судың қаланы тез басып қалуына әкеледі. Лиза көлікті мүмкіндігінше тез жүргізеді және жүк көлігіне соғыла жаздап дер кезінде тоқтайды. Жүргізуші Боб оған ағаштар құлап, жолды жауып тастағанын айтып, кейін қайтуды бұйырады. Бірақ екінші жағынан да су келе жатқандықтан Лиза бәрібір алға қарай жүреді, бірақ көлігі ағашқа тұрып қалады. Боб қарсы бағытта жүруін жалғастырып, бұрылыстан бұрылмақшы болады, бірақ өкінішке орай су оның жүк көлігін соғып, көше бойымен сүйреп әкетеді. Нәтижесінде бағаналар мен ғимараттар зақымдалады. Лиза жүк көлігінің өзіне қарай жылжып келе жатқанын байқайды, бірақ ол бәрібір өз көлігін қозғалта алмайды, сондықтан толқын оны өзі жылжытып әкетеді. Барлық көшелерді су басқандықтан ағын Лизаның көлігін ағашқа соғылғанша жылжытады және бұтақ терезеден өтіп кетеді. Су көліктің ішіне толып жатыр, бірақ Лиза қысылып қалғандықтан шыға алмайды. Бобтың жүк көлігі де ағынмен қозғалып, мүсінге соғылады. Бұл бакты зақымдап, суға барлық қанды жемді ағызып жібереді. Бұл көп ұзамай теңізге жетіп, акулалардың назарын аударады. Балалар судың аулаларын басып жатқанын көреді. Тіпті Рейчел күйеуіне ескерту жасауға тырысады, бірақ ол мән бермейді. Кенеттен толқын олардың терезесін сындырып, Биллиді құлатып түсіреді. Рейчел кеткісі келеді, бірақ Билли қалай кетуді білмейді. Сондықтан Рон оларға көліктің су астында жүретін түтігі бар екенін ескертеді. Үйде Дакота толқындардың келе жатқанын көріп, су үйіне лап қоймас бұрын терезелерден алыстап үлгереді. Қайықтағы екі адам Лизаның көмек сұрап айқайлағанын естиді. Сондықтан Скотт суға секіріп көлікке қарай жүзе бастайды. Ол капоттың үстіне шығып, бұтақты қозғалтуға тырысады, бірақ ел оны қайтадан суға лақтырып жібереді.
Скотт Джиммиден көліктерінен кескіш құралдарды алып келуді сұрайды. Джимми көлікке қарай жүзіп бара жатқанда, Скотт Лизаны тыныштандыру үшін онымен сөйлеседі. Бірақ кенеттен жұмбақ түрде су астына тартылып кетеді. Скотт артына бұрылғанда досын еш жерден көрмейді. Сондықтан оны іздеуге кіріседі. Кенеттен Джимми қолынан айырылғанын айтып, айқайлап су бетіне шығады. Содан кейін оны белгісіз бір күш тартып әкетеді. Скотт оған қарай жүзуге тырысады. Сол сәтте Дакота суда жүзбеқанатты көріп, терезені ашып, акула деп айқайлай бастайды. Скотт оны естімейді, бірақ Лиза естіп, ол да айқайлайды. Боб барлық шуды естіп көмектесу үшін жүк көлігінің есігін теуіп ашады. Өкінішке орай, ол сыртқа шыққан бойда акула оны үлкен аузымен ұстап алады. Ол қарсыласуға тырысады, бірақ тез арада су астына тартылады. Скотт ақыры қобыжықты көріп, жүзіп кетпекші болады, бірақ акула оны да ұстап алып, су астына сүйремес бұрын Лизаның көлігіне бірнеше рет соғады. Осы уақытта Дейл мен Брайан қайықтарында жаңалықтарды тамашалап отырады. Олар жағалау күзетінің қатты жел мен қауіпті ағындарға байланысты келесі 12 сағат ішінде су көліктерінің порттан шығуына тыйым салғанын біледі. Сондай-ақ олар Энивиллді су басып, бірнеше адам қаза тапқанын естиді. Сондықтан Дейл Дакота үшін уайымдайды. Ол компьютердегі бақылау жүйесін тексеріп, бөгеттердің бұзылуынан қаланы су басқанын түсінеді. Бірнеше минуттан кейін Дейл мен Брайан Джо және оның операторымен бірге көлікте келе жатады. Олар келісімге келді. Егер Джо оларды өз қайығымен Энивиллге апарса, олар бәрін камераға түсіруге рұқсат береді. Биллидің үйінде ол Рейчелмен бірге гаражға жету үшін суда келе жатады. Балалар оларды терезеден бақылап тұрып, акуланы көргенде шошып кетеді. Билли ақыры көлікке жеткенде, акула судан секіріп шығып, оның қолын тістеп төмен қарай сүйрейді. Оның қолын жеп қойғаннан кейін, акула Рейчелге соғылып, оны терезенің алдында жей бастайды. Балалар мұны шошып тамашалап көмек сұрайды. Билли оларға бір сәт қарап тұрады да, оларды тастап, жүк көлігіне қарай қашуды жөн көреді. Ол көлікке мінейін деп жатқанда, акула оны қайтадан ұстап алады. Кенеттен балалар терезеде Рейчелдің пайда болғанынан шошып кетеді, бірақ акула оны да сүйреп әкетеді. Ол төменгі қабатқа түсіп, ас үйге жету үшін жиһаздардың үстімен жүреді де пышақ алады. Содан кейін Дакота терезеден шығып тайып кетіп суға құлайды. Бақытымызға орай, ол акулалардан көз жазбай, көлікті ұстап алып, үстіне шығалады. Дакота Лизаның көлігіне жеткенше бір құрылымнан екіншісіне ауысып отырады. Пышақты пайдаланып, ол көліктің төбесін және барлық бұтақтарды кесіп тастайды. Содан кейін ол Лизаға тесік арқылы шығуға көмектеседі. Олар бірге үйге қайта оралады. Содан кейін Дакота Лизаға сүлгі беріп, ата-анасының екеуі де қайтыс болғандықтан жалғыз екенін түсіндіреді. Лиза олардың шатырға шығып, құтқарушыларға белгі беруі керек деп есептейді, бірақ оның сөзі толғақ басталғанда бөлінеді. Дакота перделерді шешіп, маталармен көмек help деп жазу үшін тез арада шатырға шығады. Жатын бөлмеге оралғанда, Лиза баланың қашан туылатынын шамалау үшін одан төменгі жағына қарауды сұрайды. Дакота қарап, баланың басы 2-3 дюймге шығып тұрғанын айтады. Сондықтан Лиза баланың жақын арада туылатынын түсінеді. Осы уақытта Брайан өзінің теңіз жүйесін бақылап отырып, Неллидің Дакотаның үйінің жанында екенін анықтайды. Джо бұған таңғалады. Сондықтан Дейл Неллидің өздері 3 жыл бойы бақылап келе жатқан жүкті ақ акула екенін түсіндіреді. Кенеттен көлік тоқтайды. Өйткені жолды су басқаны соншалық, ол әрі қарай жүре алмайды. Олар қайықты дайындау үшін көліктен түседі. Ал Брайан интернеттің өшкенін, сондықтан бақылау жүйесіне кіру мүмкіндігінен айырылғанын анықтайды. Оларға картасыз қозғалуға тура келеді. Олар жолға шыққанда Дейл Грекке қоңырау шалып, дұрыс бағытта келе жатқандарын растайды, бірақ Грек те оған ол жерден тезірек кетуді айтады. Олар жүзіп бара жатып, акулалар жеп кеткен жануарлардың суда қалқып жүрген денелерін көреді. Үйде 3 бауыр үйді басқан судан сақтану үшін үстелдің үстінде тұр. Олар есіктің ашық екенін байқайды және акулалар кіріп кетуі мүмкін деп қорқады. Сондықтан Ди есікке жету үшін жиһаздармен қозғала бастайды. Ол есікті жабайын деп жатқанда акула кіріп, оны қайтадан итеріп ашады. Ди әрең шыдап тұр, ол ұзаққа бармайды. Рон акула басқа бөлмеге жүзіп кеткенше күтіп, жиһаздың үстімен жүреді. Ол мұқият қозғалып, қарындасын құлап кетуден дер кезінде құтқарады. Олар үстелге оралғаннан кейін Рон шатырға шығу керек дейді. Бауырлары қозғалғысы келмейді, бірақ Рон судың әлі де көтеріліп жатқанын және оларды 2 акула қоршап алғанын айтады. Алдымен оларға назарды аударатын нәрсе керек. Сонда ол жертөледе ет бар екенін есіне түсіреді. Уилл олардың ол жерге бармауы керектігін айтады, бірақ Рон қамқоршы ерлі зайыптылардың өлгенін ескертеді. Бірақ кенеттен Билли судан секіріп шығып, үстелге құлайды. Билли Рейчел туралы сұрайды. Рон оған әйелінің өлгенін айтып, оларды тастап кеткені үшін айыптайды. Билли көмекпен оралмақшы болғанын айтқанда, балалар оған сенбейді. Ол бауырлардың бірдеңе істеуін қалап, акулалардың балалардың етін ұнатпайтынын, сондықтан оларға ештеңе болмайтынын айтады. Сол сәтте Уилл судан конверт тауып алып, оны ашқанда үкіметтің балаларды баққаны үшін ай сайын отбасына жіберетін чегін көреді. Бауырлар Билли мен Рейчелдің оларды тек ақша үшін баққанына, өздеріне нан беріп, қалған ақшаны жеке сән-салтанатқа жұмсағанын түсінеді. Билли мұны жоққа шығаруға тырысып, оларды жақсы көретініне ант береді, бірақ балалар бәрібір оған сенбейді. Сондықтан ол оларды тағы да балағаттап, Ронға суға түсуді бұйырады. Рон ақыры шыдамай, оны бірнеше рет балағаттап, мұны өзі істеуін айтады. Билли оны ұрмақшы болғанда, Рон оның қолын бұғаттап, Биллидің бетінен теуіп жібереді. Нәтижесінде ол суға құлайды. Акулалар бірден оған лап қойып, жеп қояды. Рон осы сәтті пайдаланып, суға секіріп, жертөлеге жетеді.
Ол бірнеше затты алып үлгереді, бірақ кетуге әрекеттенгенде оның жемпірі ilgekке ілініп қалады. Ол акуланың шабуылынан жалтарып, үстелге дер кезінде жетеді. Содан кейін ол өзі алған кездейсоқ қорапты ашып, ішінен динамит табады. Көп ұзамай толқын Дакотаның үйінің жоғарғы қабатына жетеді, және Лизаның толғағы күшейе түседі. Жаны ұшырған Дакота Скоттың қайығын алу керек деп шешеді, және Дейлдің діріл жарақат алған балықтардың белгісін беретіні туралы айтқанын есіне түсіреді. Ол электрлік тіс щеткасы сияқты дірілдейтін бірнеше құрылғыны жинап, оларды қосады да сөмкелердің ішіне салады. Содан кейін ол оларды суға лақтырады. Акулалар сөмкелерге алаңдаған кезде, Дакота суға түсіп, кездейсоқ құрылымдарды ұстап, мұқият қозғалады. Ол басына фонар байлап алған, сондықтан акуланы көргенде жолдан қашады. Кенеттен оның фонары өшіп қалады, сондықтан ол оны қайта қосылғанша ұрады және суда қалқып жүрген денеден шошып кетеді. Барлық сөмкелерді жеп қойғаннан кейін, акулалар Дакотаның жанында жүзе бастайды, және ол жарақат алмай өту үшін аяғын ашуға мәжбүр болады. Акулалар кеткеннен кейін, ол ақыры қайыққа жетеді. Осы уақытта Дейл өз командасына неліктен акулаларды зерттеуді шешкенін айтады. Ол өзендердегі ең қауіпті жануарлардың шын мәнінде бегемоттар екенін түсіндіреді. Бірде бегемот Дейлге шабуыл жасамақшы болған, бірақ құбыжықты екі акула тоқтатып, оны сұлатқан. Сонда Дейл алғаш рет бегемоттың көзінен қорқынышты көрген. Акулалардың жалғыз қорқатын нәрсесі өздерінен үлкенірек акулалар, дегенмен электр тобы да олардың бағытын бұзуы мүмкін. Сол сәтте Брайанның компьютеріне сигнал қайта оралып, бүкіл қаланың акулаларға толы екенін анықтайды. Жақын жерде олар тасталған сот көлігін табады, және Дейл ішіндегі электрошокерлерді байқайды. Күн шыққанда дауылдың кесірінен Дакотаның үйі баяу қирай бастайды. Енді судың жоғарылағаны сонша Лиза төбеге қысылып қала жаздайды. Оның көмек сұраған дауысын естіген Дакота басқа үйдің терезесін сындырып, гарпун қаруын ұрлап алады. Лиза баланың келе жатқанын сезеді, сондықтан тынышталу үшін телефоннан музыка қояды. Ол босануға тырысады, бірақ сол сәтте үй ақыры қирап, ол төсектен домалап түсуге мәжбүр болады. Бақытымызға орай ол жүзе алады, және бала туылған бойда тез арада су бетіне шығады. Ол бірден баланы құшақтайды, бірақ баланың жылағаны бәрібір акулалардың назарын аударады. Оған қарай бір құбыжық жүзіп келгенде, ол баланы қорғау үшін ағаш кесіндісін алып, оны түйрейді. Басқа бір акула Лизаға артынан жақындап келе жатқанда, Дакота гарпун қаруымен атып, оның бетіне тигізеді. Бұл оның жүзіп кетуіне мәжбүр етеді. Содан кейін Дакота Лизаға жеткенше есіп, оның бортқа шығуына көмектесуге тырысады. Сол сәтте Дейлдің командасы ақыры жетеді. Ол электрошокерді іске қосып, оны суға лақтырады. Бұл акулаларды қорқытуға жеткілікті болады. Өкінішке орай, Лиза түйреген акула әлі де кек алғысы келіп, қайтадан шабуыл жасамақшы болады. Алайда алып Нелли судан секіріп шығып, оны аузымен ұстап, оңай өлтіреді. Осы уақытта балалар етті динамитке жабыстыру үшін таспаны пайдаланады және оны суға лақтырмас бұрын тұтандырады. Акулалардың ешқайсысы көрінбейді. Сонда Уилл деректі фильмнен дірілдің акула шабуылын тудыратынын есіне түсіреді. Олар Уиллді көріп, бірден жүзіп келеді, бірақ Ронның жемпірі тағы да ілініп қалады. Ол акуланың шабуылынан жалтаруға мәжбүр болады. Жемпірін шешкеннен кейін, Рон бауырларымен бірге үстелдің артына тығылу үшін жүзеді. Акулалар динамитті қоршап алады. Ол жарылып, бәрін өлтіреді. Үйдің ішіне қан шашырайды. Кассадан Уилл Бейлидің кілттерін табады. Үш бала бірден жүк көлігіне отырып кетіп қалады. Әйелдер мен бала құтқарылғаннан кейін Дейл мен Дакота құшақтасып көріседі. Брайан Лизаға анасына қоңырау шалып, бәрі жақсы екенін айтып, баланы таныстыру үшін телефонын береді. Джо олар жүзіп бара жатқанда бәрін камераға түсіруді жалғастырады. Біраз уақыттан кейін Грег тағы бір күшті дауылдың келе жатқанын байқайды. Осындай бейнелерді көбірек көру үшін тіркеліп, хабарландыруды қосуды ұмытпаңыз. Көргендеріңізге рахмет.